Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Бөлім атауы адамгершілік асыл қасиет. Сабақтың тақырыбы Бердібек Соқпақбаев, менің атым Қожа, лагерге жолдама. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Сабақтың мақсаты: шығарманың фабуласын біледі, шығарманың сюжеттік дамуын сипаттай алады, шығарманың тақырыбын анықтап, идеясын аша алады. Бағалау критерийлері: шығарманың фабуласын біледі, шығарманы құрылысына қарай талдайды, шығарманың сюжеттік дамуын сипаттайды, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалайды, әдеби шығарманы түсініп оқып, алған әсерін сипаттап айтады. Алдымен балалар, алдағы білімді еске түсіру мақсатында сандар сөйлейді ойынын ойнап көрейік. Берілген сандардың қандай оқиғамен байланыстығын көрсетіңіз. Бұл тапсырманың дескрипторы алдыңғы білімді еске түсіреді, деректерді дұрыс орналастырады. Өз жауабыңды тексеріп көр. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Келтірілген деректердің дұрыс немесе бұрыстығын табыңыз. Тапсырманың дескрипторына назар аударыңыздар. Өткен ақпаратты еске түсіреді. Ақпараттың дұрыс немесе бұрыстығын анықтайды. Өз жауабыңызды тексеріп көріңіз. Ал енді балалар, сюжет және фабула не екенін түсініп алайық. Сюжет дегеніміз өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі. Сюжеттің жүйелі тұтастығы да жекелеген сәттері де болады. Яғни бастамасы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегіне жетуі, шешімі немесе аяқталуы. Ал фабула дегеніміз көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау, әңгімелеу болып табылады. Үшінші тапсырманы орындамас бұрын балалар, алдымен топқа бөлініп аламыз. Әрбір топ өзінің міндетін орындайды. Қазір мен сіздерге лагерге жолдама тақырыбындағы аудио жазбаны тыңдатамын. Бірінші топ, сіздердің атқаратын міндеттеріңіз лагерге жолдама тақырыбындағы аудио жазбаны тыңдап, араларыңыздан бір оқушы оқиғаларды түртіп алып отырады, қалған топ мүшелері тыңдап отырады. Екінші топ Т кестесін толтырады, яғни жантас пен қожаға мінездеме береді. Үшінші топ оқиғаны рет-ретімен қысқаша айтып береді. Бұл тапсырманың дескрипторына назар аударыңыздар. Маңызды оқиғаларды жазып алады, қожа мен жантасқа баға береді, оқиғаны ретімен баяндайды. Ал енді балалар, назарларыңызға лагерге жолдама атты аудио жазбаны ұсынамын.
Таңертеңгі шайымды ішіп алғаннан кейін аяңдап, мектептің спорт алаңына қарай келе жаттым. Қолымда добым бар. Біздің Спартак кеше қайраттықтардан 7-5 болып ұтылып қалған еді. Бүгін оларды қалайда жеңуіміз керек. Команданың капитаны ретінде соған қатты ширығып, іштей дайындықпен келе жатырмын. Мектептің қасында Жантас ұшыраса кетті. Қолында мөр басылған бір жапырақ жазулы қағаз бар. Соны шертіп қойып: Қара көже, мынаның не екенін білесің бе? Ол не? Лагерге жолдама. Біз лагерге баратын болдық. Ал сен көшедегі иттерді тәртіпке салуға ауылда қалатын болдың. Тілінің қыршаңқылығы үшін Жантасты мытып алғым келіп тұрды да, әуелі жолдама жайын тиянақтамақшы болдым. Оны саған кім берді? Кім болушы еді? Майқанова апай берді. Бірақ сен жоқсың тізімде. Неге жоқпын? Жантастан Майқанованың қайда екенін сұрап едім, мектепте деді. Бұдан былай біреуді келемеждеп сөйлеудің қандай екенін білу үшін Жантастың мұрнынан сырт еткізіп бірді шерттім де жүгіре жөнелдім. Сол бойда екпін деген қалпыммен мұғалімдер бөлмесіне алқынып кіріп бардым. Майқанова бірдеңе жазып жалғыз отыр екен. Маған басын көтеріп алып, таңырқаған кейіппен қарады. Не болды, Қадыров? Лагерге жолдама беріңізші маған. Саған бұл жолы жолдама берілмейді. Екінші кезекте барасың. Неге? Неге болушы еді? Барлық оқушыға бірден жетіспейді. Ал екіншіден, ең әуелі біздің лагерге үлгілі, тәртіпті оқушыларды жібереміз. Жантас немене? Менен артық болған ма? Майқанова екі бүйірінен біреу қысып қалғандай еңсесін кілт көтеріп алды. Сен немене? Мені терге келтірсің ба? Майқанованың көкшіл көзі шатынай бастады. Оның бір ашуланса шапылдап, жуық арада толас бермейтінін білем. Бермесеңіз қойыңыз. Жалт бұрылып есікті бар күшіммен тарс жауып жөнеле бердім. Осындай әділетсіздікке қаның қалай қайнамайды? Жантас біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу, сабақ үстінде сыбырлап, сыпсыңдағыш, өз тақтаға шыққанда көрінгенге құлақ түргіш Жантас үлгілі оқушы болғанда, мен үлгісіз болғаным. Менің сабақ үлгеруім одан қош ілгер екен. Екпінділігім ешқандай есеп емес. Соңымнан ілесе шықты Майқанова. Қадыров, бері кел. Мен бұрылып та қарамадым. Қадыров. Есіктен жүгіріп шығып кеттім. Турникке сүйеніп, жылмия қарап Жантас тұр. Зығырданым одан бетер қайнап кетті. Немене? Жолдама алдың ба? Сиқырланып жолымды тосқауылдай қапты. Алдым. Қане, көрсетші. Сарт еткізіп танаудан тағы бірді шерттім. Міне. Түстен кейін төсегімде демалып жатып, ойға қалдым. Бағана Майқановаға істегенім тұрпайлық болды-ау деймін. Міне оқушылар, сіздер лагерге жолдама атты аудио жазбаны тыңдадыңыздар. Әр топ өзінің жұмыстарын кері байланысқа маған жіберіңіздер. Сонымен балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, бүгін сіздер шығарманың жанрына қарай фабуласын түсіндіңіздер. Шығармадағы оқиғаларды рет-ретімен тауып орналастырдыңыз. Тақырып бойынша оқиғаның сюжеттік дамуын сипаттай алдыңыздар. Өз көзқарасыңызды білдіріп, шығармадан дәлел келтіріп, ойыңызды қорытындыладыңыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.